Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Сіздерге жас болып көрінудің қандай құпиясы бар екендігін бүгін айтатын боламыз. Өз жасыңыздан жас көрінгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Арнамнан алыстамау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздің бет әлпетіңіздің сұлулығы, теріңіздің балғындығы, тамақ ішуіңізге байланысты деп осы уақытқа дейін ойлаған ба едіңіз? Расымен терідегі мәселелердің көбі тамаққа байланысты болады. Терідегі мәселелер дұрыс тамақтанбағаннан болады. Ағзаңызға қажетті тағамның жетіспеуінен немесе бір нәрсені артығымен тұтынғаннан теріде қиындықтар пайда болатынын біліп жүргеніңіз дұрыс. Терінің құрғауы цинктің Е және Д дәрумендерінің жетіспеуінен немесе гипотиреоза жағдайынан болып жатады. Ерте қартаю холестериннің төмен, ферритиннің жоғары мөлшері мен триглицеридтің жетіспеуінен болады. Триглицеридтер ағзадағы маңызды энергия көзі болып табылатын майлар. Беттің ылғи қызарып тұруы ол неден болады? Демодекоз шекер мен глютенді жиі қолданғанның нәтижесі ол. Розацеа сүт тағамдары мен алкогольге және глютенге жіңішке ішектің қарсы реакциясы болып табылады. Беттегі безеулер ол сүт тағамдарын артық қолданғанның әсері. Кейде адамдар өзінің бір жақсы көретін тағамын жиірек жеп жіберуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағза қандай жағдайға ұшырайды? Мысалға, сіз шоколадты қатты жақсы көріп жейсіз. Қандай уақытта да болсын, шоколадты көбірек қолдануыңыз мүмкін. Ал бұл шоколадтың жетіспеуі нені білдіреді? Ол яғни магнийдің жетіспеуін білдіреді. Тұзды немесе ащы нәрсені жегісі кеп тәбеті көп тартса, серотониннің жетіспеуіне апарады. Қан қысымының түсуін білдіреді. Кейбір адамдарға иістер ұнамауы мүмкін. Иістерді ұнатпай жағымсыз көрінетін болса, онда темір мен цинктің жетіспеуі екен. Егер де адам шұжық немесе ірімшіксіз өмір сүре алмаймын десе, бұл эмоционалдық ауытқудың белгісі. Олар психологтың көмегіне жүгінуі қажет. Косметологтардың кеңесін алу үшін анализ тапсыру міндетті. Өйткені олар ағзаның қандай жағдайда тұрғанын анықтап береді. Көздің астындағы қара дақ ше. Бұл дақ суды жақсы көретін майлардың жиынтығы. Егер ол сіздің бетіңізде болса, ұйықтауға 3 сағат қалғанда қабаққа арналған крем жағыңыз. Негізінде таңертеңнен бастап қолданған дұрыс. Оны қалың қылып, көздің астына жағып 10 минуттан соң сүртіп тастау керек. Ақуызы бар және тұзды тағамдарды түнде жемеңіз. Негізінде ұйықтауға 4 сағат қалғанда тамақ жеуді тоқтатқан жөн. Бұл дақпен жүрген сізге ыңғайсыз болса, оны алдыртып тастауға да болады. Бұл мәселе туралы пластикалық ота жасайтын хирургпен ақылдасу қажет. Егер де ерте қартайғыңыз келмесе, диетологтар рационға 1 келі салмаққа 1,1 грамм ақуыз қосуға кеңес береді. Бұл бұлшықет массасын сақтап қалуға септігін тигізеді. Мамандар көптеп сүт өнімдерін және де фолия қышқылдарына бай көкөністерді пайдаланған жөн деп айтады. Сарапшылар таңғы астан бас тартпау керектігін айтып отыр. Таңертең қызыл грейпфруттан дайындалған жаңа сығылған шырын ішіп, 1 уыс жаңғақ жеген дұрыс дейді. Әрине оған жағдайыңыз келіп тұрған болса, осылайша сіз организмді қажетті мөлшерде С дәруменімен, омега-3, кальций антиоксиданттармен және минералды тұзбен қамтамасыз етіп отырасыз. Майлы тағамдардан бас тартып, табиғи өнімдерді қолданып, өз сұлулығыңызға, өз денсаулығыңызға мән беріңіз. Ашты тамақтар мен тұзды тамақтарды қолдануды азайтыңыз. Көкөністер мен жемістерді көбірек қолданыңыз. Табиғи сусындармен құнарландырыңыз. Сонда сіздің теріңіз әрі балғын, әрі сұлу боласыз. Өз сұлулықтарыңызға мән беріп, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Келесі шығарылымдар
тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.